адам ағзасындағы көбелек сияқты осындай бас бармақтың көлемінде ғана болатын кішкентай безді орган қалқанша безі біздің ағзамыздың яғни энергияның генераторы болып табылады. Біздің энергиямыздың көп болуы осы органға тікелей байланысты. Яғни сіз энергичный болып жүргіңіз келсе, всегда продуктивный болып жүргіңіз келсе, осы бездің жұмысын реттеуіңіз керек. Қалғанша безінің гормондары өте аз бөлінген кезде сізге гипотиреоз деген диагноз қояды. Гипотиреоздің жұмысын қалыпқа келтіру үшін ең алдымен сіздің ағзаңызда темірдің мөлшерін қарауымыз керек. Егер сізде темірдің мөлшері төмен, сізде желез дефицитный анемия болатын болса, темір тапшылықты анемия болатын болса, міндетті түрде осы нәрсені қалыпқа келтіру керек. Біз желез дефицитный анемияны емдемей, гипотиреозды емдей алмаймыз. Одан кейін келесі маңызды микроэлемент ол йод болып табылады. Йод жетіспеушілік болған кезде біздің қалқанша безі бөлетін Т3, Т4, яғни негізгі активный гормон Т3-іміз және Т4 гормонымыз өте аз болады, және осының салдарынан тироидті гормондардың жетіспеушілігінен бізде гипотиреоз болады. Сондықтан йодтың мөлшерін реттеп отырғанымыз дұрыс. Одан кейін осы Т3, Т4 гормондарына маңызды фермент ол бізде селен арқылы